Ассалаумағалейкум қалың елім, қазағым, армысыздар, алталаш алдарыңызда Серікжан Біләшұлы. Эфирде саяси сараптамамызды айтайық деп тұрмыз. Себебі біз соңғы кезде қатты тарбалас болып кеттік. Білесіздер, мынау Американың үкіметінің, былайша айтқанда, Америка үкіметінің Марко Рубиодан кейінгі орынбасары Сара Роджерс ханымға кезігіп, ол кісіге өз қолыммен қағазымды ұсынып, өз қолыммен нақақ сотталған азаматтардың ісі туралы материалдарымды беріп, өз аузыммен айтқаннан кейін менде қатты үміт оянып, осы Сара Роджерс ханымның көмекшісіне қатты боратып жібердім. Соңғы кезде мынау Конгресстен гөрі Американың Стейт департаментін қатты жағалап, сол Стейт департаменттен қандай да бір осы нақақ сотталып кеткен 18 азаматты құтқаруға қандай да бір пайда бола ма деп жанымды салып жүрмін. Сондықтан күні бұрын алдын ала өздеріңізге ескерткендей, бізде күндіз, Вашингтонда күндіз кезде менің уақытым болмайды. Ал Вашингтонда түн болған кезде сіздерге кейде эфир жаңа ұсына аламыз, кейде ұсына алмай қаламыз. Ендеше бүгінгі эфирімізде де саяси сараптамадан бастаймыз. Жұрттың бәрінің назарында бар, әсіресе маған келіп жатқан сұрақтарда да өте көп қойылған сұрақтардың біреуі осы әлемдік үшінші дүниежүзілік соғыс бола ма деген сұрақ. Мен оған осы эфирімде жауап берейін. Дүние қақ екіге айырылып жатыр. Мен бұдан ілгергі лекцияларымда ашалап тұрып, осы мөлшері бір аптенің 10 күннің алдындағы лекцияларымда дүниежүзілік бірінші соғыс, дүниежүзілік екінші соғыс, оның зардаптары, дүниежүзілік екінші соғыстың тууына, дүниежүзілік бірінші соғыстағы Версаль бітіміндегі келісімшартта қателіктердің қалай себеп болғаны туралы мен өте толыққанды дәлел деректер келтіріп, екі реткі дүниежүзілік соғысты салыстырып, сараптап, тарихи мән мағынасына көз жіберте отырып, болған оқиғаларға көз жіберте отырып, осы екі дүниежүзілік соғыс кезінде болған біраз жұрт жаңағы тек сыртқы мәннен ғана білетін оқиғалардың ішкі астарына үңіліп отырып, сіздерге біраз дүниелерді жеткізген болатынбыз. Менің қазіргі мынау Израиль, Иран, ақш ортасындағы соғыс, ақш, Қытай ортасындағы сауда соғысы, Орыс, Украина ортасындағы соғыс, Орыс, Иран ортасындағы одақтастық, Орыс, Қытай ортасындағы бір-біріне мүдделілік, қажеттілік және бір-біріне келіспейтін қарама-қарсылық. Ал осының барлығын айта отырып, ортада әрине Еуропа бар, орта шығыстағы ұқсамаған араб елдері бар және жойыттың елі бар. Осының барлығын түсіндіре келіп, мен сіздерге қазір сенімді түрде бір нәрсені айта аламын. Ол дүние жүзі қақ екі бөлікке, екі фронтқа, екі үйекке жіктеліп жатыр. Бұл жіктеліс бірінші дүниежүзілік соғыста да болды, екінші дүниежүзілік соғыста да болды. Бұл жіктеліс болып жатыр. Баршаларыңызға белгілі. Соғыстағы одақтастық дегенде ауысып отырады. Алдыңғы лекцияларымда айтқанымдай, бірінші дүниежүзілік соғыс пен екінші дүниежүзілік соғыстағы қателіктер, олардағы одақтастықтағы бұзылулар туралы көп айттық. Мысалы, Совет одағы тәлім-тәрбиесін көргендердің барлығы біле бермейтін бір нәрсе, екінші дүниежүзілік соғыс 1941 жыл емес, 1939 жылы басталды. Неге? Германия менен Совет одағы 1939 жылдан бұрын бірінің аузын бірі жалаған ең супер одақ болды. Сөйтіп Германия мен Совет одағы одақ болып, Совет одағының өнеркәсібін дамытуға, зауыттарын дамытуға, қару-жарағын дамытуға Германияның қосқан үлесі ерекше. Сталин мен Гитлер
ең жақын достар болды, ең керемет одақ болды. Сталиннің ең барып кел, шауып кел, ең сенімді серігі Молотовтың өзі Германияға сан мәрте барды. Ал Германияның өкілдері Совет одағына келіп, Совет одағы мен Германияның достығы туралы қаншама ашық жиналыстар, ақпараттар. Зерттейтін елдер, егер Амазондағы кітапханаға кіріп, ағылшын тіліндегі Совет одағы Герман одақтастығы туралы кітап жүзінде, қағаз жүзінде деректерді іздесеңіздер, сіздер таңырқайтын қаншама дәлелдер шығады. Әрине, бұндай деректердің біразы Гуглде де бар. Бірақ бұл тарихи ескі материалдардың Гуглге шығуы жаңағы қағаз күйіндегі материалдарға қарағанда заман ескірген сайын ол аз болғандықтан көп нәрсе білмейсіздер. Анығында Совет одағы мен фашистік Германия шын мәнінде керемет одақ болғандығы соншалық. Енді ютубтен іздесеңіздер де, сол кезде Совет одағы менен Германияның бір-біріне жаңағы делегаттарды қалай жібергендіктері туралы сараптамаларды, ескі кадрларды көрсететін құжатты сараптамалық фильмдерді де таба аласыздар. Ал бұл кез неге 39-дан басталды дейміз, екінші дүниежүзілік соғыс себебі олар Польшаны екіге бөліп алды. Қайталап тұрып айтамын, Польша бүгінгі Украинаға ең көп көмек беріп отырған Польша, Украинаның көршісі, Ресейдің көршісі Польша. Себебі Польшаның шығысында Совет одағы, батысында Германия болды. Германия мен Совет одағы келісті де, ортасындағы Польшаны екіге бөліп, ап деп жұтып ала салды. Енді неге Германия Совет одағында соғыс ашты? Кейбір деректерде, біздің бала күніміздегі, біз оқитын деректерде Черчилль Гитлерді Совет одағына қарай соғыс ашуға, үгіттеуге, немесе солай бағыттауға мүдделі болды деп айтады. Бірақ Гитлердің назарында күшті, қуатты, жаңадан қалыптасқан, өнеркәсіптенген Совет одағы Еуропадан гөрі әлдеқайда оған қауіпті жау болды. Әрине, Гитлер тұтас Еуропаны жаулап алып қойды. Англияны, Лондонды күл-талқан қылды, Францияны басып алды, солтүстік Еуропаны қалпақпен ұрып алды. Енді оған сол бүкіл Еуропа жерінде жалғыз айқасып тіресіп тұрған, оның өзінде де шықпа жаным, шықпа деп тұрған Англия үлкен маңызды мәселе болмай қалды. Бірақ Англияны Құдай сақтап қалды. Сонда тұтас Еуропа жерінде Англия ғана Гитлердің кеңірдегінен қысып, өліп бара жатып, көре ұзына бара жатып, кеңірдегінен қысқан беті қалды. Бірақ елді ойрандады, өнеркәсібін ойрандады. Сол кезде Гитлер үшін Еуропа мен Азия құрлығында Совет қана қалды. Яғни ол Советке соғыс ашпай, кімге соғыс ашады? Оның әлгі Сталин менен Гитлердің отырған 10 жылдық өзара шабуыл жасамау туралы келісім шартын ол кез келген уақытта жырта салатындығы сол заманда белгілі болды. Енді қараңдар. Гитлер арқылы тұтас Еуропаны ойрандаймыз деп жастықты биік қойып отырған Сталин енді Гитлердің өзіне шабуыл жасаған кезде алақанын жайып Америкадан қайыршылап кетті. Америкадан қайыр сұрап, астық сұрап, қару сұрап, техника сұрап, жаңағы өндіріс линиясын сұрап, тіпті миллиондаған етік, шұлық, жаңағы шұжық, тамақ, консервіланған тауық еті, балық еті, сиыр еті, ең соңында жаңа тәнкі, ұшаққа дейін сұрайтын содар. Әрине, халқын бағу үшін, асырау үшін оған өндіріс орындары да керек болды. Сөйтіп, Совет одағының сол замандағы жоқшылық халдегі тарихын біз бұғанға дейін айттық. Енді бұны неге бүгін қайтадан айтып отырмыз? Дүние осыған келе жатыр. Дүние дәл осы екі реткі дүниежүзілік соғыс сияқты сол бағытқа қарай келе жатыр. Назар салып, зерттеп, саралап қараған адам дүниенің айқын шектелісін біледі. Міне қараңыз. Қазір
Абрахам келісімі дейтін нәрсені Трамп қайтадан алып шықты. Абрахам келісімі десе жұрттың бәрі біледі. Бұл мәселе туралы Трамп Абрахам келісімі деп аузын аша салған кезде тоңқайдың томпаңдап жүгіріп барып Абрахам келісіміне қол қойып, сөйтіп Абрахам келісімін мақұлдаған алғашқылардың бірі болып шыға келгенін, Трамптың барлық бастамасына тоңқайдың ең алдыменен жаңағы жанталасып жүгіріп баратындығын Қазақстан қоғамы білер не білмес. Білетіндер білеміз, естідік деп айтарсыздар. Енді Трамп осы Абрахам келісімін қайтадан алып шығып отыр. Қалай? Қалай алып шығып отыр? Өткенде мен бір болжал айтып едім, мөлшер 10 күннің алдындағы лекцияларымда. Неғып Иран мәселесі шешілмейді дейді. Орыс тілді медиа, Қытай тілді медиа деген, одан кейін мына батыстың ағылшын тілді медиасы болғанменен мына солшыл глобалистердің Трампқа деген өшпенділігі Иранға деген жаулығынан артып тұр олар. Олар Иран не болса болсын алдымен Трамптың көзін құртайық дейтін мынау солшыл глобалистік демократтық бағыттағылардың жаңағы көзқарасы бойынша Иран қауіпті емес, Трамп қауіпті болып отыр. Олардың сөзіне сенсек, Американың Иранға шамасы жетпей жатыптымыш. Американың Иранға шамасы жетпей жатыптымыш. Енді мен сол кезде мен де ойладым. Әлемдік алпауыт, бүкіл дүние жүзінің ең озық қаруын өндіруші, долларды өзі басып шығатын, бүкіл дүние жүзі экономикасын ұстап отырған Америка, анау сайда саны құмда ізі жоқ 47 жылдан бері санкцияның астында жатқан Иранға шамасы жетпей, немене Құдай атты бұны, не қылып Құдай ұрды бұны дедім. Ары мүмкін емес дедім. Ары ойланып, бері ойланып, тексеріп, зерттеп келсем, Иран дейтін мәселе, өртеніп жанып тұрған мәселені, сол Ормұз бұғазындағы өртеніп тұрған мәселені сол жерге қойып қойғанда, Трамп енді сол жерде жаны шығып, шықпа жаным шықпа деп, өлейін өлмейін деп, жан алып жан беріп тұрған Араб Бірлескен Әмірлігі, Сауд Арабия, Катар, Иран, тағы басқа Оман сияқты елдер, және мұсылмандығы идеологиялық тұрғысынан бұл елдерге қатысы бар Пәкістан, арағайын болған Пәкістан және арағайын болатын НАТО құрамындағы бірден бір жалғыз мұсылман елі Түркия, осылардың барлығының ортасына енді Трамп алдыда Абрахам келісімі, яғни Ибрахим келісімі деген келісімді лақтырып кеп жіберді. Неге лақтырып жіберді? Трамптың мақсаты Иран мәселесін мен шешпей соза беруіме болады. Қормұздың бұғазы жабық болса жабық бола берсін. Маған келер кетер жоқ. Қормұз бұғазының жабылғаннан Америкаға келетін бір ғана зиян бар, ол Нью-Йорктағы жарна нарығы құлдырауы мүмкін, мұнайдың бағасы өсуі. Ал анығында Америкаға одан басқа келер кетер зиян жоқ. Қормұз бұғазының жабылғаннан Қытай зиян шегеді, Жапон зиян шегеді, Корей зиян шегеді. Мұнай өтпей қалғаннан кейін жаңағы мұнай сырап, газ сырап, Еуропа зиян шегеді. Ал бірақ Америка орында тұрады. Ал бұл жерде Қормұз бұғазында атыс, шабыс болса, туризмі тоқтап, Араб Бірлескен Әмірлігі, Дубай, Әбу-Даби, солар зиян шегеді. Ал енді не істейді? Америка орында тұра береді. Сондықтан бұл жердегі әңгіме не? Израильдің де шықпа жаным шықпа деп жаны тұмсығының ұшына келіп тұрады. Неге? Оған анау Израильді картадан жойып жібереміз дейтін Иранның атом қару сияқты жойғыш қырғыштық қаруға ие болуы Израиль үшін nightmare, яғни Израиль үшін қорқынышты түс. Ал өстіп бүкіл бәрін көрдің аузына апарып қойып, бүкіл бәрін тура шықпа жаным шықпа деп ең шырқау шыңына жеткізіп тұр. Тура ұшар басына жеткізіп тұр. Тікебай шалың алдыдағы аттың тізгінін
тарта қалды. Атты қаңтара қойды. Ана жаны шығайын деп тұрып, ең ұшына жеткізіп барды да шалын тоқтатып қойды. Бұл тактика. Бұл тактика. Өлдім, біттім, құрыдым деп тұрған жерінен тоқтатып қойды. Мәселе, шалдың бір күткен нәрсесі бар деп мен алдыңғы лекцияларымда айттым. Бұл шалдың күткен нәрсесі бар. Шал нені күтті? Шал Түркиясы бар, Пәкістаны бар, Сауд Арабияның Салман ханзадасы бар, Араб Бірлескен Әмірлігі бар, Катары бар. Осы Орта Шығыстағы мұсылман елдерінің барлығының басын қосқанда бір телефон соққан. Яғни, біз айтқанда WhatsApp-тан группа жасағанда, группа бойы звонок жасаған ғой. Группа қоңырауын шалған. Соған былайша айтқанда сөйлескен. Не талап қойған? Мен Иран мәселесін шешейін. Бірақ сендер Абрахам келісіміне қол қойыңдар. Израильдің мемлекет екендігін мойындаңдар. Ал енді, бұл Ердоғанға ауыр тиеді. Неге? Ердоған шал өзін бүкіл мұсылманның қорғаны, қормалы, басқалқасы қылып образдатады. Ердоған қорғап тұр 2 миллиард мұсылманды деген түсінікті тікелей немесе жанамалай мұсылмандардың санасына сіңіріп қойған. Себебі Ердоған шал жаман пиаршы шал. Ол саған бүйтіп бір құмырсқадай нәрсені берсе, жарнамасын жасағанда саған динозаврды соғымға сойып беретіндей қылып айтады. Оның сарттық, жаңағы саудагерлік, жарнамашылдық өнерінің жоғары екендігі сол. Енді Ердоған Израильді мойындап Абрахам келісіміне келе қойса, ол да сол Ердоған қылып отырған Түркиядағы діни фанатизмменен, жаңағы Ердоған болмаса ақырзаман болады деп сенетін, Түркияның күйреген экономикасына, күннен күнге нашарлаған демократиялық жағдайына емес, тек әшейін Ердоғанның отыра қалып, бала күнде үйренген қирағатымен Құранды жібергеніне мәз болып, басын шайқап кетіп, қынамабел әйнек стакандағы қара шайын ішіп, басын шайқап тамсанатын түріктерге Ердоғанның бас салып Абрахам келісіміне келуі, Израильді мойындауы мәлім деңгейде онда Палестинаны лақтырған сияқты. Себебі Палестина туралы Ердоғанның қаншама жалынды керемет сөздері бар. Філістин деп тұрып, түріктің дыбыстаумен сөйлесіп, Әл-Құдус деп тұрып, ол бүкіл солардың қорғаны, қормалы болып сөйлеп, ана жерде мұсылмандардың тілектестігін тудырып, өзінің диктатуралық билеуіне бір идеологиялық негіз қалап отырған шал ғой. Екіншісі, Сауд Арабия. Сауд Арабияң да Израильді ұнатпайды. Сауд Арабияның жанын сақтап отырған Америка, әскери база Америкада. Сауд Арабия өзінің мұнай газдан түскен қыруар қисапсыз жер әлемде жоқ ақшасын Америкаға сақтайды, Америкаға инвестиция салады. Американың IT компанияларына, Американың барлық өндірістеріне Сауд Арабия ақшасын салып, ана жерде жаңағы арабтарың деген анау Құдай бере салған мұнай мен газды кәдімгі шөмішпен, ожаумен сүзіп алып, оны басқа мұнайсыз, газсыз елге сатып, одан түскен қыруар ақшаны Америка мен Еуропаның нарығына салып, арабтарың содан машалла деп байып отыр. Жерінде базасы бар. Бірақ Америкамен дос болып отырып, Американың 51-ші штаты саналатын Израильге олар жаулық танытады. Неге? Бұл олардың диктатуралық патшалық билігінің идеологиялық негізі. Себебі олар да өзінің еліне өздері, мысалы Сауд Арабияның басшылары өздерін кәдімгі бүкіл мұсылманның қорғаны, қормалы, басқалқасы, сақтаушысы қылып суреттейді. Олардың үгітшілері де солай. Тура осы Сауда әулеті болмаса, Саудия деген мемлекет қирап қалады. 2 миллиард мұсылман жүнжеп, жабағы тішіп, тентіреп кетеді. Осы Саудия әулетінің арқасында тұрмыз дейтін идеология жүреді.
Енді олар мойындап қойса не болады? Тура осыменен Араб Бірлескен Әмірлігінде, Катарыңда, басқаңда сондай бір аурумен ауырады. Енді Трамп алды да сендер Абрахам келісіміне қол қойыңдар дейді. Әлгілердің бәрі үнсіз болған. Трамп әзілдеп, өй, сендер барсыңдар ма, топтан шығып кеттіңдер ме деген. Сөйтсек, бармыз, Тікебай ақсақал деген. Көрдіңіздер ме? Енді қараңдар. Трамптың мақсаты не? Абрахам келісімі деп неге жанын ұшырып жүр? Ибрахим пайғамбардан тарайды Мұса пайғамбар. Мұса пайғамбардың үмбетіміз Мұса пайғамбардың жолымен жүреміз дегендер бүгінгі Джойтел Израиль. Ибрахим пайғамбардан тарайды Иса пайғамбар. Иса алейкумассаламның жолымен жүреміз дейтіндер бүгіндегі христиан католиктер. Ал сол Ибрахим пайғамбардың әулетінен тарайды Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам. Әрине, Ибрахим ең ертеде, одан бер таман Мұса алейкумассалам, одан бер таман 2026 жыл бұрын Иса алейкумассалам, осыдан бері міне 1000 жыл ілгері Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам. Яғни бұл үш пайғамбардың ортақ ата бабасы Ибрахим пайғамбар. Енді сол сен Мұсаның үмбеті, мен Ғайсаның үмбеті, сен Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның үмбеті деп, үш пайғамбардың үмбеті болып, үш дінге бөлініп жіктеліп алған қауымның басын қосатын не? Ибрахим пайғамбар, ортақ ата баба, ортақ, жаңа барлығы пайғамбар деп мойындайтын, барлығы ата бабамыз деп мойындайтын Ибрахим пайғамбар. Енді осы Ибрахим пайғамбардың атын келісімге беріп отыр, яғни Абрахам келісімі деген осыдан шығады. Енді осы келісімге Трамп неге жанын салып тұр? Трамп сондай бір пайғамбарлардың үмбеттерінің басын қосайын деп отырған емес. Яғни Американың одақтастарының басын қосу. Израиль Американың одақтасы ма? Одақтасы. Сауд Арабия одақтас па? Одақтас. Катар одақтас па? Одақтас. Түркия одақтас па? Одақтас. Және НАТО-ның құрамында. Осының барлығын, егер сен менімен одақтас болсаң, онда Израильмен тату тәтті боласың. Біздің ішімізде мәселе болмау керек. Трамп өзінің жақтастарын жасақтап жатыр. Менің тіпті бір ойым бар. Трамптың енді президенттік мерзім аяқтағаннан кейін, ол тіпті үшінші мерзімге отырып қалуы мүмкін. Қандай? Дүниежүзілік соғыс басталады. Соғыс кезінде Америкадағы президент үшінші мәрте отыра алады. Оған анық дәлел Рузвельт. Анық дәлел Рузвельт. Америка тарихындағы бірден бір үш мәрте отырған президент. Трамптың кезінде де ол осы не Иран мәселесі ушығып, не Қытай-Тайван мәселесі ушығып, не Орыс-Украин мәселесі ушығып, орыстар ары қарай не Молдоваға, не Латвия, Литва, Эстонияға, не Польшаға соғыс ашуы мүмкін. Ал осындай жағдайда дүние қайтадан бірінші дүниежүзілік соғыс пен екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегідей қақ екіге жарылатын кез тура. Қақ екіге жарылатын сол кезге қайтадан қайтады. Трамп қазір өзінің жақтастарын не мен тарап бол, не жау тарап бол. Не бері тұр, не ары тұр. Ортада сенделме деп екіге айырып жатыр. Міне бұл бүгінгі менің айтып отырған лекциямның түйіні. Ал екінші мәселеге келейік. Бұл мәселеге қайтайын алып келеміз. Абрахам келісіміне Сауд Арабия жауап беріпті дейді. Енді оның жауабы әлі өзгеруі мүмкін. Ол әкесі патша, қазіргі ресми құжат бойынша патша, олар келсе, Салман Ханзада келісетін айтыпты дейді. Жаңағы Пәкістан қалыс қалыпты дейді, Түркия айтыпты дейді, Түркия бүйтіпті дейді. Бірақ бәрінің бір ортақ ерекшелігі, Палестин мемлекеті құрылса,
немесе Палестин мемлекетінде құрылатын, Палестин деген мемлекет болып құрылатын бір жол ашылмайынша олар Израильді мойындамайды. Осылай айтылыпты. Бұл енді алдағы уақытта өзгеруі мүмкін, немесе бір құжат жүзінде болашақта құрылатын анау дүние жүзінде ең алғашқы халықаралық ұйым, біріккен ұлттар ұйымының ең алғашқы шешімдерінің бірі Палестин мемлекеті мен Израиль мемлекетін құру. Ал жаңағы Иерусалимді, біздше айтқанда Әл-Құддусты біріккен ұлттар ұйымы басқаратын халықаралық қала жасақтау деген әңгіме сол қайта айналып 1945 жылғы сол әңгімелер басталып кетуі мүмкін. Енді осы нәрселердің назарларыңызды енді мысалы Түркия былай өзгеруі мүмкін, Пәкістан алай өзгеруі мүмкін, Саудия былай айтуы мүмкін. Бірақ сөйтіп отырып ең соңында осы Абрахам келісімі жасалуы мүмкін. Ал Абрахам келісімі Трамптың үшінші дүниежүзілік соғыста өзінің жақтастарын реттеудің алғашқы дайындығы деп қарауға болады. Енді Путин Қазақстанға келді. Мына бүгінгі лекциядағы фонды көрдіңіздер. Мен ол фонды өзім жасап, өзім мәз болып кеттім. Себебі Путиннің анау тышқан құсап отырған ажуа суретін қиып алып, Google'дың AI моды дейтін жасанды ақылына салып, үстіне мынандай жазуды жаза қой десем, сақ еткізіп жазып өзіме жіберіп берді. Бұл менің бірінші рет жасанды ақылмен осындай YouTube'ге мұқаба жасауым екен. Мұқаба фон жасауым осы бірінші рет екен. Өзімнің өнеріме таңырқап қалдым. Жасанды ақыл, жасанды ақыл қазір ананы алай істе, мынаны былай істе, бәрін жасап қояды. Барлықтарыңызға құрбан айт кезінде бір фото тарап жүр, жұрттың бәрі. Трамп бар, Путин бар, Ши Цзиньпин бар, жаңағы Корейдің Мишель баласы бар, Лукашенко бар, тағы басқа Зеленский бар, бәрі ауылдағы қазақ үйлерінде жерге жайылған дастарханда барлығы малдас құрып айттап отырған суреттер. Оның қасына әркім өзін қосып қойған суреттерді салып жатыр. Жасанды ақыл. Қазір жасанды ақыл дегеніңіз осындай бір қызық нәрсе болды. Енді бір қызық құбылыс. Бәрі қызық құбылыс. Путин неге Қазақстанға келді? Жұрттың бәрі біледі, әдетте президенттер бір елге президенттік мерзімі кезінде көбіне бір-ақ рет барады. Ірі елдердің ортасында президенттердің кездесуі тіпті сирек болады. Мысалы, Трамптың алдыңғы жолы Қытайға баруы, оның 45-ші кезекті президенттігінен кейінгі. Ортада 46 Байден болды, 47-ші қайтадан Трамп болған кезінде барған барысы. Сол кезде оны 9 жыл әрең барды дейді. Ал Путин не шапқылап? Путин билікті алғаннан бері Қытайға 25 рет барып қойды. Және осы Ши Цзиньпин мен Трамптың кездесуінің өзін бәленбай мәрте болып қойды. Тек Ши Цзиньпин мен Трамптың өзі жаңа кездескенін, мысалы, айту, мен бұл арада көп білмедім, бірақ ойпай Ши Цзиньпин мен Трамп пәлен мәрте кезігіпті деп жаңағы орыста, Қытайда жаңағы өліп тұрып жазды. Мысалы, мына жерде Google'ден сұрайсыздар, қанша мәрте кезікті? How many times met Xi Jinping and Putin деп Google'ден жазып жібердіге. Міне қара. Жасанды ақыл Google'дікі былай жазады дейді. Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin have met more than 40 times since 2010 дейді. 2013 жылдан бастап Xi Jinping мен Ши Цзиньпин мен Путин 40 мәртеден астам кезікті дейді. Google'дың жазғаны. 2013 жылдан бастап 40 мәртеден кезікті дейді. Ал дейді, 2026 жылғы майдағы соңғы кездесуінің өзі, Пекинде болған кездесу, ол Путиннің 25-ші рет Қытайға official visit дейді. Ресми сапар дейді. 25-ші мәрте. Яғни бір Путин деген бір сүмең еткен
ауылдағы мына ауылда да емес қалада да бар Сүмең деген бір қыдырмашы қатын сияқты. Көз алдарыңызға елестетіңіздерші, сіздердің сондай таныстарыңыз, сондай бір жақындарыңыз жоқ па? Сүмең түктен түк жоқ. Кейде тіпті ел жатайын деп жатқанда